Сәлеметсіздер, бүгін өздеріңізге жылқының жүрек қанына гликоза қосып ішудің нендей пайдасы бар және нелерге көңіл бөлу керек деген мәселе үстінде тоқталайық. Енді халқымыз жылқының жүрек қанын ежелден бері пайдаланып келе жатыр. Алайда осында кейбір мәселелерге көңіл бөлмесек болмайды. Мұнда бір қанша нәрселерді біліп алу керек. Алдымен жылқының жүрек қанының ролі туралы білу керек. Жылқының жүрек қаны дәстүрлі медицинада қан айналысын жақсартады, ұйыған қанды әрекеттендіреді, қан тамырды ашады, ауырғанды басады деп қарайды. Жығылып жарақаттану, желғыз сипатты ревматизмдік ауру қатарлы ауруларға үнемі емдік ретінде қолданылып жүр. Қазіргі заманғы зерттеулер жылқының жүрек қанының құрамында белек, амин қышқылы сияқты көп түрлі нақты құрамдар бар екендігін, белгілі дәрілік құнға ие екендігін дәлелдеп отыр. Алайда оның нақтылы өнімділігі мен қауіпсіздігі мәселесі жөнінде әлі де көптеген ғылыми дәлелдеулерді қажет етеді. Ал енді гликозаның ролі болса, дененің энергия алмасуының ең тіке қайнары есептелінеді. Қанда қан төмендеп шөк болған жағдайда қатерлі ауруларды тез арада сауықтыруға қолданылады. Алайда гликозаны бет албаты қолдануға да болмайды. Мысалы, қан алмасуы бұзылған науқастар жөнінен айтқанда, гликозаны бет албаты істететін болсақ, қысқа уақыт ішіндегі қанда қанты несеп ауруы тудыруы мүмкін. Егер электролит деңгейі бақыланбай тұрып, жоғары мөлшерде гликозаны істетін болсақ, қандағы калийдің мөлшерін төмендетіп кетуі мүмкін. Сондықтан гликозаны істетуде де кейбір адамдардың денсаулық жағдайына және шипагердің бақылауынан өткізген ең дұрыс болады. Ал енді осы жылқының жүрек қанына гликоза қосып істетуде бұның қандай ролы бар деген мәселеге келсек, бұның бастысы қан толықтау және қуат толықтау, яғни екі әлсіздік толықтау ролына ие. Яғни бұл қан айналысын жақсартумен бірге қуат жетіспеу, денедегі қан әлсіздік ауруларын белгілі дәрежеде бәсеңдету ролына ие болуы мүмкін. Алайда бұл екеуі істету барысында да кейбір мәселелерге көңіл бөлген жөн. Мәселен, кейбір қол аяғы мұздап тұратын, шаршап тұратын адамдарға бұл жақсы үйлесуі мүмкін. Екіден, бұл дене қуатын күшейтеді. Өйткені гликоза адам денесін энергиямен қамдайды. Жылқының жүрек қанының қоректік құны жоғары болғандықтан ол қоректік толықтайды. Бұл әсіресе мына операциядан кейінгі қалпына келу мезгіліндегі дене қуаты әлсіз адамдарға біршама дұрыс келуі мүмкін. Мұнда дене қуаты әлсіз, қан қуаты әлсіз, қан аздық, операциядан кейінгі қалпына келу мезгіліндегі адамдар, содан кейін ұзақ уақыт шаршап шалдығып тұратын адамдар істесе болады. Бірақ бұл жерде қант несеп ауруына шалдыққан, дымқырыстық дене қуаты бар адамдар және жылқының жүрек қанына сезімтал адамдар байқамаса болмайды. Сондықтан бұны торап төстіп айтып жатқан жылқының қаны барлық ауруға ем болады екен дейтін кейбір қате көзқарастардан да сақтану керек. Бұны байқап істетіп көріп, жақса істету керек, жақпаса бет албаты істетуге болмайды. Бұл жерде жылқының қаны барлық ауруға ем болады дейтін сөз де жоқ, және бір жылқының қанын ішіп қанды толықтанып кетпеуі мүмкін. Сондықтан оның орнын басатын кейбір азықтық, дәрілік емдеу әдістері де бар. Сондықтан кейбір қолданудағы көмескі қауіп қатерлерден сақтану керек. Шектен тыс кейбір мәселелер тудыруы мүмкін. Мұнда бұны қалай қолданылады деген мәселеге келетін болсақ, бұл әдетте 500 грамм гликозаға бір жылқы жүрек қанын қосып толық араластырғаннан кейін сұйықтық ретінде немесе сұйық дәрі ретінде қолдануға болады. Бұл жерде қанда қанттың қалыптан тыс толқуы немесе ас қорытудың нашарлығын тудыру қатарлы мәселелерден аулақ болған жөн. Бір бөлім адамдарда әсіресе сезімталдық эрекциясы болуы мүмкін. Мәселен, тері бөртпесі, бас айналу қатарлы жағдайлар байқалғанда бұны бет албаты істетуге болмайды. Өйткені бұның қазіргі кең көлемде халық арасында ғана істетілу тәжірибелік ролы болғанымен медицинада, осы заманғы медицинада дәлелдеу кемшіл. Яғни былайша айтқанда бұны әлі де ішкерлей тексеріп зерттеуді қажет етіп тұрған әдістердің біреуі. Сондықтан бұл мәселеге ерекше назар аударған жөн.